Сәлем достар, бүгінгі сабағымыз дауыссыз әріптер. Ағылшын әліпбиінде 20 дауыссыз әріп бар. Олардың көбісі қалай әліпбиде жазылады, солай оқылады. B, Б болып оқылады. Бәк, сөмке, бокс, қорап. D әріпі Д болып оқылады. Do, жасау, good, жақсы. F әріпі Ф болып оқылады. Face, бет, fly, ұшу. H әріпі Х болып оқылады. He, ол, has, ода бар. J әріпі Ж болып оқылады. Job, жұмыс, juice, шырын. K әріпі К болып оқылады. Look, қарау, speak, сөйлеу. L әріпі Л болып оқылады. Blue, көк, girl, қыз. M әріпі М болып оқылады. Meet, кездесу, time, уақыт. N болып оқылады. Name, аты, man, ер кісі. P әріпі П болып оқылады. Пен, қаламсап, шоп, дүкен. R әріпі Р болып оқылады. Red, қызыл, Америка, Америка. T болып оқылады. Time, уақыт, city, қала. V әріпі В болып оқылады. Give, беру, live, өмір сүру. W әріпі В болып дыбысталады. Яғни ерін алға қарай дөңгеленіп шығу керек. В, we, біз, well, жақсы. Z болып дыбысталады. Zoo, хайуанаттар бағы. Zebra. Дауыссыз әріптердің ішінде де өзара басқаша оқылатын әріптер бар. Мысалы, C әріпі С және К болып оқылады. Face, адамның беті. City, қала. Car, машина. Can, істей алу. C әріпінің қандай жағдайда С және К болып оқылатын білгілеріңіз келсе, мына ережені есте сақтаңыздар. E, I, Y әріптерінің алдында C әріпі келсе, онда С болып оқылады. Ал басқа көп жағдайларда К болып оқылады. J әріпі Ж және Г болып оқылуы мүмкін. Мысалға, page, бет, jean, bag, сөмке, good, жақсы. S әріпі С және З болып оқылады. Мысалға, бас, see, has, please. X әріпі кіз және гіз болып оқылады. Мысалға, box, қорап, такси, examine, тексеру, exactly, дәл солай. Енді дауыссыз әріптердің тіркесі қалай оқылады? C және K әріптерінің тіркесі К болып оқылады. Black, қара, quick, жылдам, тез. S және H әріптерінің тіркесі Ш деген дыбысты береді. She, ол, show, көрсету. C және H әріптерінің тіркесі Ч болып оқылады. Мысалы, chair, орындық, lunch, түскі ас. Q және U әріптерінің тіркесі кwe болып оқылады. Кwe, quick, жылдам. Question, сұрақ. N және G әріптерінің тіркесі ың деген дыбысты береді. Қазақ тілінде аң дегенде ың әріпі бар ғой, сол сияқты. Мысалға, sing, ән айту. Morning, таңертең. Song, ән. Evening, кеш. K әрпінің алдында N әрпі келсе, дәл алдындағыдай ың дыбысын шығарады. Мысалға, link, сілтеме. Think, ойлау. T және H әріптерінің тіркесі сақау С мен сақау З дыбыстарын береді. С әрпін дыбыстап көрейік. Енді тіліңіздің ұшын тістер арасынан шығарыңыз. С. Енді З әрпін дыбыстайық. Дәл солай. В. Think, thank you. This, that,
Z. Ағылшын тілінде қосарланған дауыссыздар бір дыбыс береді. Мысалға, small кішкентай, add қосу. Назарларыңызға рахмет. Біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар.